Бірде жол түсіп, Байқоңырға жол сапарға шықтым. Пойыздың іші ыстық. Купеде менен басқа жас шамасы 60-тардағы кісі отырды. Аға, сіз есіміңізді айтпадыңыз ғой, дедім. Мен атымды айта бермеуші едім. Жай сұрадың ба? Менің атым Өлік, деді. Өрік пе? Дедім. Жоқ, Өлік, деді. Мына кісі мені мазақ етіп отырма деп ойланып қалдым да, атының қойылу себебін сұрадым. Мен атымды айтсам осындай сұрақ туады. Сосын атымды айтудан тартыншақтаушы едім, деді ол. Жол қысқарсын, саған айтайын, інім. Әкем менің алдымда 6 перзент көріп, бәрі де 2-2,5 жаста, көз тиеме, сөз тиеме білмейм, шетіней беріпті. Сонан соң 7-ші боп мен дүниеге келіппін. Сонда достары: «О, Ілеке, сүйінші ұлды болдыңыз, құтты болсын», деп қуаныш білдірсе, әкем сол қалпында қозғалмай ауыр күрсініп: «Әй, ол да бір өлік қой», депті. Таңғалған достары сәл үнсіздіктен кейін: «О, Ілеке, атын қойсаңызшы, адам баласы ғой», десе, «Өлік деп қоя салыңдар», депті. Сонан менің атым Өлік аталып кеткен. Ол антты айтқан сайын қиналам, деді ол. «Аға, паспорт алғанда бір әріпті өзгертіп Өрік деп жаздырмадыңыз ба?» дегеніме, «Ол ойда болды, бірақ соған әкем қарсы болып жаздырмады», деп жауап берді. Сол кезде Тереңөзек станциясынан өтіп бара жатырмыз. Міне, мынау менің ауылым. Талай мал іздеп балық аулаған, балалық шағымның қызығы мен шыжығы қайнап тұнған жерім. Қараөзек бойы жайлауымыз, жылқы, сиыр, Құдайға шүкір баршылық. Жалғыз бала демеді, әкем мені аямай жұмсады. Анам тоңып қалады, аттан құлап қалады, суға батып кетеді деп шырпыр болушы еді. Ойбай-ау, бұл менің 7 қазынам ғой, дейтін. Сондағы мен 7-ші баласымын. Анам мені арқалап жүріп, 7 күлшесін таратудан басқа жұмысы жоқ болатын, деп көзін алақанымен сүртіп өтті. Біраз үнсіздіктен соң, жабырқау жанын сергіту үшін: «Әңгімеңіз қызық екен, қазір өзіңіздің неше балаңыз бар?» дедім. Қалдыбай жан, көрден қазып алған 11 балам бар», деді. «Астапыралла, көрден қазып алдыма қалай?» деп мен үндемей қалдым. Қотырға шиқан қосылғандай болды өзі, деп күлдіріп қойды да әңгімесін жалғастырып кетті. Сонан соң мен 13 жасымда бір үйір жылқымды іздеп ұзап кетіп тұманда адастым. Көктемнің соңы, жаздың басталу шағы. Ізгесіп қырға шығып кеткем. Ол кезде малшылардың үйіне қонып түстеніп жүре береміз. Әкемнің айтқаны есімде: